Баршаңызға сәлем, Семен Дезді, және де бүгінгі видеода мен бумага жасап ашпаймын. Бүгінгі видеода бүгін мен слайм жасаймын. Ура! Мен бұрында слайм сатқан заказбен, и мен үлкен бір немен алатынмын, плакалимен, қырғын борна кислотамен жасайтынмын. Одан кейін саудам жақсы болды. Примерно 2000 теңгедей таптым. И достар, мен осыдан 3 сағат бұрын ба, 4 сағат бұрын ба клей алып келгенмін. И бұл клей міне. Осындай клей, пуа клей. Мен 2 слайм жасағанмын. Қолым клей болады. Мен осы арнайы осы фонды алдым. И міне, осындай 2 слайм. Екеуін де жасаған өз қолымнан. Так, бірінші слайм. Мен осындай пузырьктер, себебі мен бұны ұстадым. Ұзақ уақыт бойы. Сәл жабысып жатыр. Ничего страшного. Мыналардың бәрін аламыз. Кешірім сұраймын. Так, как всегда, көршілер. Ну ладно, сіздерге аса қатты естілмейді деп ойлаймын. Екінші слайм. Достар қатты шығып кетті. Тоқтаса екен. Вот. Қағазды фон болғандықтан, яғни скотчпен қаптадым. Сондықтан сағатты кликать етілгендері естілмейді. Бірақ осылай күшті. Так. Бұл видеода мен сіздермен бірге слайм жасайтын боламын. Мен осындай бір ыдыс дайындап алдым. Ең алдымен мына клейімізді ашуымыз керек. Бұл клейді мен қалай ашамын? Пышақ. Қолдарыңызға кіріп кетпесін. Сіздер кішкентай қыздар, мені көретін кішкентай қыздар да бар. Сондықтан мен де пуа клей аламын, мен де солай ашамын деп қайталап көрмеңіздер. Мамаларыңызға ашқызыңыздар. Бірақ мен профессиональный слаймер болғандықтан деймін ба, ойнайтам құрсын. Ашып білемін, қиындығы жоқ. Міне осылай, бірақ сіздер қайталамаңыздар. Міне осындай. Негізі бұл деген дәл осындай шамада. Енді жаңа атыс қайда етіп қалды. Міне осы атысқа жаймен деп құямыз. Мен примерно вот. Так, енді жаймен деп кешірім сұраймын тағы да. Мынаның сроғы асып кетті. Молодец. Аллергия бірдеңе болып жүрмесе болған. Енді мен өзім керек емес бір карандашты алдым. Мен крем, шампунь дегендерді қосқым келмейді. Белый, чистый белый клейге бірден борна кислота қоямын. Ең алдымен мен құймай тұрып түс қосқым келеді. Краситель или гуашь. Короче, бояу қосамын. Менде сары мен қара слайм бар. Сондықтан мен осы жасыл түстегі слаймды қалаймын. Түсті қалаймын, сондықтан ашамыз.
салатовый болғанын қаламаймын. Міне осы жайрап қалар. Не шығады, сол болады. Короче, осындай бір слайм шықты. Дәл осындай түс. Ұнайды бұндай түс. Енді жаймендеп слайм жасау көшеміз. Қолым лас. Жоғым келіп тұрған жоқ. Анекқа барып. Жақсы. Міне осылай етіп араластырдық. Сұйық та емес, ондай қатты қою да емес. Енді мен борная кислота қолданамын. Менің борная кислотамның түрі осындай. Вот шыққан. Маман тілде отырмын ғой. Опа. Бір қақпағын қойып жібердім. Түнді қысып. Жақсы. Бірақ бұл өте аз болады. Бастан қалған есінде жайрап қалады. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. Достар, міне осындай болып шығып келе жатыр. Тағы борная кислота қосамын. Достар, міне осындай бір слайм шықты. Басқа бір нәрсеге ұқсайды, бір айтқым келіп тұрған жоқ. Қазір өте қиын камера қосыта алмаймын. Телефонымды білдіретін секілді мына жерде білдіріп жатыр. Пока. Және достар, мен мана пока дедім, себебі мен шақырып қалды, сол үшін солай салдым. Так, видео көрсеткім келіп тұр. Слайм шықты, просто мынандай болып жатыр. Достар, кеш батып кетті. Бұны бастан сияқты ұзақ отырдым, бір сағаттай. Бұл әлі де жабысады. Борная кислотаның 4 қақпағын ба құйдым. Тағы 5-шісін құям қазір. Вот, сондай слайм. Енді бұл слаймға мен соблескаланы шамалы істегім келіп тұр, сеуіп кішілет жасағым келіп тұр. Міне осындай блеска. Так. Міне осылай жетіп қалар. Себебі мен блесканы қимаймын. Бұл шамалы сеуіппін, бәрі көрініп тұр. Вот. Бүгінгі видеоны деп ойлаймын. Ұнаса әрине осы видеосына лайк басып, меніме тіркеліп кетуімді сұраймын. Келесі менің видеомды кескенше. Және достар, слайм жайлы тағы да қандай видеолар сүргенді қалайса міндетті түрде жазыңыздар. Себебі маған қызық. Сосын түсіремін. Вот. Пока-пока. Камераны ұстағым келіп тұрған жоқ телефонымның. Сондықтан пока.